шек қарын тазалау процесс жүріп жатыр. Ішін сыртын жақсылап 3-4 қайтара жуып алдым. Енді іш жағын сыртқа айналдырып қойдым мінекей. Сұйық май құямын. Бұл жерде жарты литр сұйық май. Осы май бір жылқының шек қарынын жууға жетеді. Қарта қарындарға майды жақсылап жағамыз. Осы қалпында жарты сағатқа немесе 40 минутқа қалдыруға болады. Сұйық майдың бір пайдасы жаңа құйған беттен шек қарында болатын жағымсыз иісті бірден алып кетеді. Екіншіден осындай шырышты қабығын жақсы шығарады. Жарты сағат уақыт өтті. Тұзбен ысып, әлектеніп жатудың қазір қажеті жоқ. Суық сумен жуа беруге болады. Көрінсе ма? Тап-таза. Суын бір төгіп алдым. Екінші суында тап-таза қарта. Тұздауға көшемін. Алдымен іш жағына тұз себемін. Шектері де дайын. Бұларды тұздамаймыз. Осы қалпында қалдырамын.